Айна мен маймыл. Бір күні маймыл айнаның алдына келіп, өз суретін көреді. Ол маймылдың қасында аю да бар екен. Ақыры айнамен түртіп қалып аюға айтады: «Әй, мына перін кім өзі? Ұрматал жерде тұрған, шіркін, мұндай көрі болар ма? Онда екі мүшесінің бір сияқты жері жоқ. Егерде мен осыған ұқсаған болсам, бұл дүниеде тұрмай-ақ өлгенім жақсы», деп пышаққа ұрынып өлер едім. Аю: «Жолдас, мен бұған ұқсамағаным де, менің жолдастарымның арасында осындай көк соққандар көп. Бәрі де осыған ұқсайды десе де болады», деп мазақ айтып күледі. Аю асықпай біраз ойланып: «Маймыл жолдас, сен бұлай деп айтпа. Егерде ондай айтығын болсан, әуелі өзіңнің сиқына абайлап қара. Сонан кейін мұндай сөзді айтасың сияды», деп ақыл береді. Маймыл бұл сөзге ашуланып: «Жолдас болып жүріп осындай көңілге келетін сөзді айтсаң, мен сенен жаман болғаным?» деп айнаның аяғымен бір салып, тарс-тұрс етіп жөнеледі.